қараңыз, егер мәт лазым дыбыстаған кезде, мысал қараңыз, біз мәт арт деген кезде, біз осы жерде подсказка бар. Мен сізге мәт арт түсіндірмей тұрып, мен сізге арт секунды түсіндірдім, уже біз сүйіндік. Мәт арт десе, значит так, арт секундмен байланыс бар деген сөз да бізде. Мысал, мәт лин дыбыстаған кезде біз уже түсіндік. Линге қатысты бір мәт, лин әріпке қатысты да, жұмсақ әріпке қатысты деген нәрсе да бізде. Мысалы, айында мәт лазым деп сөзді дыбыстаған кезде сіз бірінші ойға не келеді? Сукун. Қандай сукун? Лазым сукун. Ені қараңыз, лазым сукун бізде бұрыннан бар сукун, белгісімен келеді. Немесе ол шадан ішінде бола ма? Болады, шадан ішінде. Значит, бізде осы жерде бір сукунға қатысты не шадан ішінде, не анық болып келеді. Екі нәрсе. Ені қараңыз, давайте мына сары кітаптан алыңызшы кәдімгі, сары кітап. Негізі неде де бар, кімде кітапта да бар, Имам Аль-Жазарин кітабында да бар. Осы сары кітапта просто сізге оңайды түсінуге. Аштыңыз ба? Қай бет? 36-шы бет. Қараңыз, бізде 36-шы бет кімге керек? Айнұр керек па? Мәт лазым бізде, қараңыз, мәт лазым бізде мәт силы неше бөлінді? Эльмира, ютубтан қарашсын. Эльмира, ютубтан қоспай қой, ютубтан қарашсын деймін. Мәт силы нешеге бөлінеді? Суғыра және қубыра бар. Вот мәт лазым бізге нешеге бөлінеді? Төртке бөлінеді. Қараңыз, мен калима деген дыбыстаған кезде, не ол калима деген? Слово сөз деген, араб тілден аударғанда. Калима. Ол не? Сөз. Калима мусаккалла, калима мухафафа. Сейчас, апа, полностью на меня смотрите, не пишите. На меня смотрите и говорите, ютубта ардуши жазып шығасыз. Қараңыз, калима мусаккалла. Калима ол сөз. Эльмира, не ол калима? Сөз деген, слово. Енді қараңыз, калима мусаккалла десем, ол ауыр сөз. Мусаккалла ауыр. Калима ол сөз. Калима мусаккалла дыбыстасам, ол ауыр сөз деген нәрсе. Калима мухаффафа десем, ол жеңіл сөз деген білдіреді. Калима мусаккалла, калима мухаффафа. Ауыр сөз және жеңіл сөз. Ауыр пашлығы неде енді? Қараңыз, мынау бізде калима мухаффафа болады, мына калима мусаккалла мәт. Енді қараңыз, калима мухаффафа жеңіл ма? Мухаффафа жеңіл. Жеңілдігі неде? Вот вопрос в чем, қараңыз, неде сұрақ? Қараңыз, хамза келді, одан кейін мәт келді. Мәт міндетті түрде немен келеді? Волнамен, толқынмен келеді да бізде. Одан кейін қараңыз, толқынмен келді ма, созамыз. Одан кейін не келді? Сукун қандай келді? Көрдіңіз ба көзбен? Көзбен көрдіңіз ба? Не болады? Лазым. Бірақ көзбен көріне ма? Мы же его видим. А енді қараңыз. Осы жерде келесі сөзді сіз көзбен көріп жатсыз ба сукунды? Шадың ішіне. Но глазами видите? Нет. Сол үшін ол ауыр. Осыда екен ғой. Егер мәт әріптен кейін, осындай толқынмен келіп, мәт әріптен кейін шадда келсе, ол ауыр болады. Неге? Просто то, что мы его не видим. Біз оны көріп тұрған жоқпыз ба? Ол ауыртпашылық сода болды. Бірақ бар ғой ішінде лазым сукун? Бар. А енді қараңыз. Мынаяқта біз оны не істеп жатырық? Көріп жатырық. Сол үшін ол мухаффафа, анау мусаққалла. Немесе қараңыз, сары кітапта қараңыз. Мухаффафа, мусаққалланы қараңызшы. Ләм әріп шады ма? Эльмира, шады ма? Не болады? Сен? Мусаққалла болады. Мусаққалла болады. Ауыр сөз. Қасын жазып тұр. Мусаққалла болады, ауыр сөз. Не себептен ауыр болады, Эльмира? Көрінбейді. Ол секундты шадымы болғандықтан ол көрінбейді. А келесі сөзі қараңыз. Мухаффафа. Не болып жатыр? Келесі сөз не әріп? Сукун көрініп тұр. Ол бізде не болады? Мухаффафа болады. Түсіндікті ма? Енді қарайық, ары-қарай. Бізде келесі харф мусаққал, калима мусаққалы, калима мухаффафа бар. Одан кейін бізде
Харф мустаққалы деген нәрсе бар. Харф деген не ол? Харф деген ол әріп. Бұттықы харфлин деген. Харф деген әріп. Харф мустаққалы ол ауыр әріп, харф мухаффафы ол жеңіл әріп деген. Енді қараңыз, неге мен сізге уже айтып жатырмын. Харф мустаққалы, харф мухаффафы десем. Сіз не түсінесіз? Харф мустаққалы десем, ол уже ауыр. Что-то шады бар, значит, ішінде. Харф мухаффафа десем, значит, ол жерде не бар? Сукун бар. Сукун бар. Все. Түсініп жатырық та? Енді қараңыз, оған қатысты мына не басталып жатыр ғой, мынау қалай плюс дедім. Плюс десем, мынау кетіп қалды тоже, да? Былай жаза берейін. Қараңыз, Бақара сүресі. Басталып жатыр ғой. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алиф лам мим. Да? Оны әріп бөлек-бөлек жазылады. Біз оны айтылуын айтамыз. Жазған кезде оны ашатын болсақ, бердір. Жоқ, сары кітап. Айнұр, чуть-чуть жаным. Қыздар, мен өзім түсіндірем, сіз просто күте тұрыңыз, хорошо, жан? Мына қараңыз. Алиф. Да? Алиф. Лам. Негізі, Құранда ашатын болсаңыз, ашыншы. Бақара сүресін. Фатихадан кейін Бақара. Сура Бақара, Фатихадан кейін, қыздар. Аштық па? Бақара міне басталып жатыр, қыздар. Көрдік па? Алифте еш нәрсе әріп жоқ қой, ешқандай харакат жоқ па? Еш нәрсе жоқ. Біз тек алиф деп дыбыстаймыз. Лям үстіне толқын көрдік па? Мим үстіне толқын көрдік па? Мәт лазым, жалпы мәт лазым тағы да айтып кетейін. 6-ға созу уәжіп, 5-ке емес. Сосын сіз Құранды жаңа оқып бастадыңыз, алдан қалмаңыз. 5-ке созып, 4-ке созып, ол жерде не болып жатыр? Ол сіз 6-ға созам, сіз 4-5-ке созып қалу мүмкінсіз. Сол үшін не істейсіз? Пока саусақтармен жұмыс жасайсыз. Себебі уәжіп 6-ға, 5-ке емес ол жерде. Енді қараңыз, лям үстіне көрдік па значок, мим үстіне көрдік па? Енді қараңыз, ол значоктар, мысалы, алифте дым жоқ, алиф міне кірдік та біз, алиф міне орындадық. Лям үстінде не бар? Мәт бар. Қараңыз, дыбыстап қараңызшы просто. Алиф. Лям. Немен бітті? Қай әріппен бітті? Мим. Құранда онда ереже бар, оны алда уақытта өтеміз. Қараңыз, мимнен кейін. Мим әріп келсе, келесі сөзде. Шәді қыламыз. Қараңыз. Лям. Мим бөлек алып кетпейміз. Лям. Мим. Не нәрсе жасадық? Мимді біз шадаладық па? Шадаладық. Енді қараңыз, осы жерде біз аштық шадыны. Алиф. Лям. Мұны алиф созып атырық. Лям. Шадама. Мұнау не болады? Харф мустаққалы болады, ауыр болады. Себебі осы жерде бізде не келді? Шада келді. Мим. Харф мухаффафа болады, жеңіл болады. Неге? Мына жерде шада бір нәрсе бітіп жатыр ма? Сукунмен бітіп жатыр. Не болады? Харф мухаффафа болады. Яғни жеңіл. Алиф, лам, мим. Лам. Харф мустаққалы. Мим. Тоқтадық қой. Шада жоқ па? Одан кейін сукун бар ма? Не болады? Харф мухаффафа болады. Жеңіл деген. Түсіндік па? Яғни бізде лазым, мәт лазым, алдыға созу уәжіп. Алдыға созу уәжіп. Мына
мысалы неге харф мусаққалы, неге қалима мусаққалы, неге харф мухаффафа, неге қалима мухаффафа. Харф мусаққалы деген кезде біз түсінеміз, сол уже ауыр. Ауыртпашылығы неде? Бұлай ауыр емес. Просто ол жерде мәттен кейін шада келеді. Шаданың ішінде сукун біз көзбен көрмейміз, бірақ біз оймен білеміз ол шада сукун бар екен. Дәл солай не келсе жаңа мухаффафада мәттен кейін анық сукун келсе шада емес. Біз уже білеміз, сол не болады? Мухаффафа, жеңіл болады. Сода жеңілдігі немесе ауыртпашылығы. Түсіндік па? Харф мусаққалы, харф мухаффафа. Қалима мусаққалы, қалима мухаффафа. Бірақ қай-қайсы алдыға созу уәжіп. Баршаңызға пайдалы болсын.